Соңғы кезде оқушы сөмкесінің ауырлығына шағым жиіледі. Ата-ананың айтуынша, әсіресе бастауыш сыныптағыларға қиын. Күнде арқалап баратын 4-5 кітаптың өзі бұғанасы қатпаған баланың омыртқасына оңай соқпайды. Бұл мәселені өткен жылы президент те тілге тиек етіп, проблеманы цифрландыру арқылы шешуді тапсырған еді. Содан бері не өзгерді? Тілшіміз Дамир Берікұлы анықтап көрді. Астаналық Бақытгүл Қапсұлтанқызының 4 баласы бар. Олардың 3-еуі мектеп жасында. Көп балалы ана бәрінің де сөмкесі ауыр дейді. Ал бірінші сыныптағы қызы үлкендердің көмегінсіз сабаққа баруы мүмкін емес. Себебі кітаптың өзін әрін көтеріп жүрген баланың басқа жүгі де жетерлік. Ол қараңыз, екінші аяқ киім апарады. Олың өзі бір сумка болады. Дене шынықтыруға киім апарады, оның өзі бір сумка болады. Сонда бір бала 3 сумка апарады ғой мектепке. Менің қызым мысалы 3 сумка апарады. Өзіміз көтеріп апарамыз, өзіміз көтеріп алып келеміз. Рас, ол ауыр. Ал президент тапсырмасынан соң оқу ағарту министрлігі қандай жұмыс атқарды? Ведомство өкілдерінің сөзінше оқулықтардың электронды нұсқасын жасау 2 жыл бұрын басталып кеткен. Қазір жоғарғы сынып 60, ал бастауыш сынып кітаптарының 85% цифрландырылыпты. Ал биылғы қаңтар айынан бастап ел бойынша 15 мектепте олар пилоттық режимде енгізіліп жатыр. Бірақ әзірге тек бірінші сыныптар ғана планшетке көшкен. Себебі солардың ғана онлайн кітабы толық дайын. Ол сыныптың оқулықтары үйлерінде, мектепте тек қана жаңағы алдарына құрал беріледі, планшеттер беріледі, және сол планшеттермен бала өзінің қажетті жаңағы сабақ кестесі бойынша сабақтарын оқитын болады. Оның да өзінің арнайы әдістемесі бар. 15 минут қана қарап отырады. 15 минуттан кейін ол электронды оқулықты жаңағы жауып қояды да әрі қарай жұмыс жасайды. Тақтада балаға барлық мүмкіндік жасалған. Дәрігерлердің сөзінше ауыр сөмке арқалаған бала сколиозға шалдығуы мүмкін, яғни омыртқаға зиян. Жалпы денсаулық сақтау министрлігінің ережесі бойынша күн сайынғы оқулықтардың жиынтық салмағы 1 мен 3 сынып оқушылары үшін 1,5-2 келіден, 4 пен 5 сынып оқушылары үшін 2,5 келіден, 6 мен 7 сыныпта 3,5 келіден, ал 8 сыныптан жоғары 4,5 келіден аспауы қажет. Санитарлық талаптарға сәйкес 1 мен 3 сыныптың арасындағы оқушылардың сөмкесінің салмағы 2 келіден аспауы тиіс. Менің алдымда қазір бірнеше сөмке жатыр. Бұлар 1 сынып оқушыларының сөмкелері. Мәселен, мынаны өлшеп көрейік. 2-де 65. Келесі сөмкені көрейік. 2-де 55 екен. Дәл осы сөмкелердің салмағын таразыға кейіннен бөлек тарттық. Байқағанымыз олар 1 келіден асып кетті. Ал талап бойынша бастау сынып оқушысына 700 граммнан асатын сөмке сатып әперуге болмайды. Сондықтан мамандар ата-аналар осыған да мән берсе дейді. Себебі болашақта мектептер цифрлық оқулықтарға көшкен күннің өзінде дәстүрлі қағаз кітап қолданыстан шығарылмайды. Оны тек мектепке апару ғана азаюы мүмкін. Дамир Берікұлы, Қанат Абилдин, Азамат Сәметов, Хабар.